Товар таңдап төлеуді көрсетейін. Мына жерден бір товар таңдадым, яғни мына розовый пижаманы қарап тұрмын. Бұл жерге кіріп, түстерін анық суретін көруге болады. Мына жерге бассақ көрінеді, розовый цветі бар екен, және көк цветі бар деген сияқты. Сосын отзывтарын қарап болғаннан кейін қызылды басамыз, яғни 29,9 юань. Мына жерден размерін таңдаймыз. Размерін таңдағаннан кейін түсін таңдаймыз. Немесе астында +1, +2 деп қанша штук екенін көрсетуге болады. Мына жерде XL-ді таңдадым. Розовый көпейтпен болмайды, цветін таңда деген розовый таңдадым. Розовый таңдап болғанда визаны басамыз, қызылды басып кете береміз. Яғни астында виза карточканы енгізу керек. Карточка номер, бетіндегі номерді енгіземіз. Мен өзімнің карточкамды енгізем. Мына жерге енгізіп болғаннан кейін карточканы мына қызылды басамыз. Яғни қызылды басып мынандай страницаға түсеміз. Аты жөнімізді толық дұрыс карточкада қалай солай жазамыз. Одан кейін оның астына яғни срок годности жазамыз. Ең үшіншісі, оны ешкім көрмеу керек. Яғни артындағы 3 цифраны жазамыз. Оны жазып болғаннан кейін, осының барлығын толтырып болғаннан кейін сізге жаңағыдай код толтыр деп страница ашылады. Қазір жазып алайын. Осылай жазып болған кейін мына код. Бұны ұмыт қалмау керек, әркім өзінің кодын қою керек. Әр покупкада осы кодты жасап отырасыз. Сөйтіп төлей бересіз.